Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бір жасап көргеннен шығатын өте дәмді булочканың рецептімен бөлісемін. Қонақ келгенде дастархандарыңыздың сәнін келтіріп, әдемі болып тұратын сүп сүйкімді әдемі булочкалар. Бізге ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, үстіне қант қосып араластырамыз. Жақсылап. Содан соң осылай жақсылап араластырып аламыз. Қантымызды ерітіп. Содан соң үстіне бөлме температурасындағы жылы сүтімізді құйып араластырамыз. Сүтіміз жылы болу керек, ысқылтым болмау керек. Одан кейін құрғақ ашытқымызды салып, тағы да араластырамыз. Міне бөлмеде температурасын тұрған майымызды саламыз, еріп тұрған, жартысын алып қаламыз өзімізге. Ортасындағы салмасына керек болады. Енді үстінен електен өткізілген ұн саламыз. Ұн міндетті түрде електен өткізіп аламыз, өйткені біз булочкамыз осыдан жұмсақ болады. Ұнның бәрін бірден салып жібермей, асықпай араластырамыз. Бөліп араластырамыз. Ұнды бөліп саламыз. Басында қасықпен араластырамыз. Одан кейін қолмен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Асықпай жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Ыдысымыздың бәрінде, жан-жағының бәрі ұннан тазару керек, жұмсақ болу керек. Осылай қамыр илеп шығамыз. Бетіне күнбағыс майын құямыз, қамырымыз ыдысымызға жабыспау үшін. Әдемі қамыр шығады, міне. Енді осы қамырымызды мейлін қандырып илеп аламыз. Бетін жауып 1 сағатқа алып қоямыз. Міне бізде әдемі қамыр шықты. Осылай етіп аламыз. Ұн себуіп 3 бөлікке бөліп аламыз қамырымызды. Жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін. Қалған 2 бөлікті алып қоямыз да, 1 бөліктен шағын булочкалардың формасын жасау үшін дөңгелек етіп осылай алып аламыз өзімізге. Бәрінен шар жасап шығамыз. Жаңағы қалған 2 бөлікті де солай дайындап қоямыз. Неке барлығын жасап шығамыз осылай. Ал міне сізге булочканың формасын қалай жасайтынды көрсетейін сізге. Мен ортасына май жағамыз, жаңағы алып қалған майымыздан. Қант себеміз. Осылай кесіп, міне 2 жағын қайтарып, бантик формасын жасаймыз. Міне әдемі сүп сүйкімді бантик. Тағы бір рет көрсетіп жіберейін, асықпай. Осындай әдемі бантик жасаймыз. Ортасына май жағамыз. Қант себеміз. 1 қайырамыз. Пышақтың көмегімен осылай кесеміз, міне. 2 жағын қайтарып, ортасына жабыстырамыз. Сонда бізде әдемі бантик шығады. Ана жерін қайтарып, қайттан жабыстырып жібереміз. Әп-әдемі сүп сүйкімді бантик шығады. Енді екінші түрін көрсетейін. Бұл да оңай. Майын жағамыз. Қант себеміз. Орап, ортасынан бүктейміз. Осылай етіп, ортасынан кескенде бізде жүрек шығады. Осындай жүрек формасы.
Енді булочкаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт қосып бетіне жағып шығамыз. Жылтырап булочкаларымыз әдемі болып шығу үшін пештен. Осы булочкаларымызды 10-20 минут бетімен сүлгі жауып алып қоямыз. Екінші түрінде жағып шығамыз. Көтерілу үшін алып қоямыз. Міне қызып тұрған пешке 180 градусқа 20 минутқа салып аламыз булочкаларымызды. Міне осындай әдемі булочкалар бізде дайын болып шықты. Өте жұмсақ, дәмі күшті. Құрметті көрермендер, осы қазақша каналымды дамуына өз үлесіңізді қосып, аз да болса лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Алда өте оңай, қарапайым, жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.